15 күн ішкі тыныштықты табу. 15 күн ішкі тыныштыққа жетуді үйренетін күн. Көп адам бақытты сырттан іздейді. Байлықтан, мақтаудан немесе адамдардың пікірінен. Бірақ шынайы тыныштық адамның өз жүрегінде болады. Жүрек тыныш болса, өмір де жеңіл сезіледі. Ішкі тыныштық деген барлық мәселенің шешілуі емес, сол мәселелерге сабырмен қарай алу. Адам кейде бәрін бақылауда ұстағысы келеді, бірақ бұл мүмкін емес. Кейбір нәрселерді Аллаға тапсырып, тәуекел ету жүректі ауыр ойлардан босатады. Бұл күні өз ойыңа назар аудар. Не нәрсе сені мазалайды? Неге көңілің жиі алаң? Сол сұрақтарға шын жауап беруге тырыс. Артық уайым, қажетсіз қорқыныш жүректі шаршатады. Ал сенім мен сабыр жанды тыныштандырады. Ішкі тыныштыққа жету үшін жалғыздық та пайдалы. Бір сәтке үнсіз қалып, ойыңды жинау, дұға жасау, шүкір айту жүрекке дем береді. Бұл тыныштық адамды мықты етеді, шешім қабылдауды жеңілдетеді. Ішкі тыныштық бар жерде ашу азаяды, реніш ұзақ сақталмайды. Мұндай адам өзгеге де жеңілдік сыйлайды. Тыныш жүрек бақытты өмірдің бастауы. Тапсырма. Бірінші, бүгін сізді мазалаған 3 ойды жазып шығыңыз. Екінші, сол ойлардың қайсысы сіздің бақылауыңызда, қайсысын Аллаға тапсыруға болатынын ажыратыңыз. Үшінші, 5 минут тыныш отырып, терең тыныс алыңыз. Төртінші, қысқаша дұға жасаңыз. Жүрек тыныштығын сұрау. 15 күн адамға ішкі тыныштықтың сыртқы жағдайға емес, жүрек күйіне байланысты екенін түсіндіреді. Тыныш жүрек сабырдың, сенімнің және шынайы бақыттың белгісі. Достар, тапсырмаларды орындап жатырсыздар ма? Өз әсерлеріңізді, ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер, бірге дамып, бірге өзгерейік.